Мен Қиябаева Замзагүл Нұрбекқызы, Алматы қаласы Түрксіб ауданы 107-ші лицейдің математика пәнінің мұғалімі. Бүгін оқушылар сендермен алгебра және анализ бастамаларынан сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай балалар? Сабаққа. Жақсы, сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз сәтті өтеді деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай бастайық. Біз ең алдыменен балалар бүгінгі сабақты үйге берілген тапсырмадан бастаймыз. Мен үйге сендерге тапсырма үйге жаңа функцияның қасиеттеріне байланысты тест жұмысын берген болатынмын. Қазір соның нәтижесін бір қарап өтейік. Міне мынау сендердің жазған жұмыстарың Google форм арқылы мен кім қанша балл алғанын көріп отырмын. Барлығы 6 есеп, максимум 18 балл болатын. Мына жерде диаграмма бойынша көріп отырмыз. Сонда біз көбімізде балалар ең төменгі балл 12 балл екен, ал 18-ден 18 алған оқушылар бар екен міне. 10 балл алғандар бар. Енді мен қарап шықсам, негізгі жаңағы төмен балл алуымыздың себебінің көпшілігі бір жауапта, бір сұрақта бірнеше жауап бар. Соны дұрыс белгілемегендіктен кішкене сәл төмен балл алып қалған болуларын керек. Қазір сол бойынша біраз талдап өтейік. Қазір кез келген бір оқыштан бастайын. Айгөркем тұр. Айгөркем қанша алдың? 18-ден 15 балл деп тұр. Солай ғой, иә? Айгөркем? Иә. Енді сенің жұмыстарыңды қарап өтейік. Біріншісі балалар, функцияның анықталу облысы болатын. Бұл дұрыс. Бұл жаңағы рационал функция анықталу облысы. Бөлшек ештеңке жоқ қой. Минус x-тен плюс x-ке дейін. Бұл жауабы дұрыс. Әрқайсың өздерінің жауаптарыңды қарап отырыңдар. Егер жауаппен келіспесеңдер сұрайсыңдар. Екінші сұрақты қарайық. Мына функцияға дұрыс сәйкестендір дейді. Міне, бұл функцияның крестік нүктесін табу керек, нөлдерін табу керек екен. Сенде бұл түгел дұрыс болып тұр. Енді осы есеп кімде қате болып тұр балалар? Сендердің алдарыңда тұр ғой өздерінің. Онда қосымша қазір сол бойынша жұмыс жасаймыз. Қате болған тапсырмадан бастайық. Үшінші есепті қарайық. Бұл функция туралы не айтуға болады дейді. Периодты, периодсыз, жұп, тақ. Міне осындай жауаптар тұр. Бұның дұрыс жауабы С, жұпты емес, тақты емес. Бұны қалай тексеруші едік балалар? Осы сұрақ кімде қате болды? Егер тексеру қажет болса, тексеріп жібереміз. Кімде қате болды осы сұрақ? Бәріңде дұрыс па? Жұп тақтыққа қалай тексеруші едік балалар? X-тің орнына минус X-ті қоямыз. Дұрыс, X-тің орнына минус X-ті қоямыз. Егерде қойған кезде функцияның таңбасы, функция өзгермесе, онда ол жұп болады, иә? Ал минус бар болып шықса, ол тақ болып шығады. Бізде жұпты емес, бұл енді дұрыс болып тұр. Міне мына арада қате болып тұр екен, төртінші есепте. Мына функция берілген, дұрыс тұжырымдардың қайсысы дұрыс екенін анықтап сәйкестендіру керек дейді. Осы жерде қате болып тұр екен. Соңғы екеуі қате болып тұр. Осыны қарап өтейік. Ол үшін мен мынаны қазір қиып алып, мына жаққа қояйын да. Сол бойынша біраз талдап өтейік. Себебі біз бүгін функцияның графигін өтеміз ғой. Сол кезде бізге осы мәліметтер қажет болады. Міне, бірінші функцияның таңба тұрақтылық аралығы тұр. Сонан кейін өсу кему аралығы тұр. Сонда алдыңғы есепті де қамтып кететін болып тұр ғой, алдыңғы сұрақты да. Бірінші оңман терісмен қабылдайтын аралығын анықтау үшін біз бұл таңба тұрақтылық аралық қой. Қалай анықтаушы едік? Кім айтады? Таңба тұрақтылық аралығын табу үшін не істеуші едік балалар? Айтып жіберейік. Функцияны нөлге теңестіріп, нөлдерін табамыз. Дұрыс, нөлге теңестіреміз, иә? 3х квадрат алынған х кубты нөлге теңестіреміз. Сосын айта бер ары қарай. Екеуінде ортақ x квадрат болғандықтан оның жашан сыртына шығарамыз. Сол кезде қалады 3 минус x-тен 0. X квадрат бір түбірі 0 болады да, екінші түбірі 3 болады. Сосын оны координаталық түзуге саламыз. Координаталық түзуге саламыз да, осы нүктеден өткен кездегі таңбаны анықтаймыз. Сонда бізде ол нөлдері біреуі 0 болып тұр, және 3 болып тұр. Нөлге жапырақша қоямыз, өйткені ол. Дұрыс. Ұмытып кетпес үшін жапырақша қоямыз, иә? Себебі мына арада жұп еселі түбір. Осы жерден қателесулерің мүмкін. Енді бір байқау нүктесін береміз. Мысалы, мына жақта 4 жатыр. 4-ті қоятын болсақ, таңба минус болады. Мына жерде плюс, мұнда плюс болады. Бұл мынамыз 0 ғой, иә? Сонда бұл таңба тұрақтылық аралық, яғни оң мән қабылдайтын аралық қайсы екен?
Min шексіздіктен Min шексіз. нөлге дейін, нөлден үшке дейін. Нөлден үшке дейін. Яғни міне минус шекстен нөлге дейін мына с дегеніміз оң мән қабылдайды. Яғни жауабымыз с 1. Дұрыс жауап с 1 болу керек. Енді теріс мән қабылдайтын аралық деген бар. Оң мән мынаның жауабын таптық. Енді теріс мән қабылдайтын аралық қай жер болып тұр? 3-тен плюс Үштен плюс Үштен плюс шексіздікке дейін. дейін. Тұра тұр. Теріс мән қабылдайтын ол бізде а болып тұр. Ал оны теріс қабылдайтыны 3. А 3 дұрыс жауап болады. Дұрыс па? Функция кемиді. Енді өсу кему аралығы. Енді бұл арада балалар өсу кему аралығын табу үшін біз мына жаққа төмен түсіре тұрайын, туындысын табуға тура келеді. Иә? Не істейміз өсу кему аралығын табу үшін? Мына функцияның туындысын табамыз ғой. Айтып жібер. Кім айтады? Мына функцияның туындысын. Мен айтсам бола ма? Ал айта ғой. 6x азайту 3x квадрат. Сосын Оны нөлге теңестіріп, экстремум нүктелерін табамыз. иә. Сол кезде ал 3x-ті жашан сыртына шығарамыз, 2x, 2 азайту x тен 0. Содан кейін координат алып өске кризистік нүктелерін тауып аламыз, иә? X тең 0 болады, және x тең 2 болады. 2. Енді оны координаталық түзуге Саламыз. Саламыз. Мынау біздің y-іміз, мынау туындының таңбасын қарастырамыз. Екеуін шатыстырмауымыз керек. 0 және 2. Осыдан аралықтан өткен кездегі таңбаны анықтаймыз. Бұл жерде жаңа жапырақша қоятын нәрсе жоқ. Бәрі тақ еселі түбірлер, иә? Енді байқау нүктесін берейік. Мысалы, мына арада бір нүктені белгілесек, 3-ті қояйық, иә? Мына жерде 3 деген жатыр. 3-ті мына жерге қойсақ, минус қой. Минус болады. Плюс, минус. Мына жерде кемиді, Кемейді, өседі, кемейді. Кемейді. Иә, сонда бізде өсет деген қай жер болып тұр? 0-ден 2-ден. Нөлмен екінің арасы. Сонда Б 2 деген жауап дұрыс болады. Б 2 деген жауап дұрыс болады. Ал кемейтін жері қайсы болып тұр? Минус шексіздіктен нөлге дейін, бірігу 2-ден плюс шексіздікке дейін. Д, иә? Кемейді. Сонда Д 4 деген жауап дұрыс болды. Д 4. Міне жауаптар осы болу керек болатын. Сонда сенде міне алғашқы екеуі дұрыс болып тұр ғой. А 3 дұрыс. Тұра тұрыңдар. Енді тағы да бір балалар. Міне. Мына жерде қандай? А 4-ке неге дұрыс деген белгі қойылып тұр? А 4. Яғни 3-тен плюс x-ке дейін аралықта функция кемейді. Қараңдар. 3-тен плюс x-ке дейін аралық мына жақ емес пе? Ол кезде функция кемейді. Сонда мынаның дұрыс жауабы мына екеуі болады екен. Міне сендер осы себепті төмен балалық қалдыңдар кейбіреулерін. Түсіндіңдер ме? Қазіргі кезде балалар міне 1 жылдан кейін ұлттық бірыңғай тест тапсырасыңдар ғой. Бізде осындай қателікті оқушылар көбірек жіберіп қояды. Кішкене дұрыстап қарау керек екен, е, зер салып. Түсіндіңдер ме? 2 жауап дұрыс болып тұр. 3-тен плюс x-ке дейінгі аралық мынау ғой, ол кезде функция теріс. Ал мына жақтан туынды бойынша қарасақ, ол кезде туынды да теріс болыпты, яғни кемейді. Міне қате осыдан жіберілген болу керек. Енді екіншіде солай болу керек. Міне қате жіберілгені. С 1 мен 2-ні белгілеу. С 1 дұрыс, ал С 2 деген қате. С 2 дегеніміз функция өсет дейді. Минус шексіздік пен 0-дің арасында келмей қалады ғой. Мынада 0 мен 3 тұр, 0 мен 2-ның арасында ғана өседі. Түсіндің бе, Айгөркем? Сенікі ме мына талдағанымыз? Жақсы балалар. Скриншот жасап алыңдар. Кімге қажет? Мынаны өшіремін. Ары қарай қарастырайық. Бұл негізгі 4-ші есептеміне бірнеше жауаптық тест болған. Енді мынамыз жаңа не екен ғой, қазір балалар тестқа қайта оралайық. Соңғы функцияның графигіне байланысты оңай сұрақ бергенбіз. Жұп функциялардың графигі, тақ функциялардың графигі қалай орналасушы еді? Кім айтады? Жұптікі y өсіне қарағанда симметриялы болады. Ал тақтікі бас нүктеге қарағанда симметриялы емес. Сонда мынада жұп функцияның графигі қайсы болып тұр? Мына суретте А болып тұр. А болып тұр. Сонда А 1 деген жауап тұр. Сол біреу ақ қой, е? Ал тақ функциялар қайсы болып тұр? Б мен С, е, бас нүктеге қарағанда симметриялы. Б мен С болып тұр. Ал мынау ешқандай симметриялы емес, ол жалпы түрдегі функция. Сонда сен міне Б-дан қате жіберіп қойыпсың. Так, В дегеніміз мынау. Сен оны қайсын белгілепсің? В 3-те қойыпсың. Мына жалпы түрдегі функция деп қойыпсың. Мынау симметриялы ғой. Мынау кәдімгі гипербола ғой. Ол тақ. Жақсы балалар. Бар ма сұрақ тест бойынша? Сұрақ жоқ. Жақсы. Жауып қоямын. Енді бүгін балалар ары қарай өтілген тақырыптар бойынша
қайталау жүргіземіз. Ең алдыменен функция туралы біраз мәліметтер, теориялық білімімізді қайталап алайық. Функция дегеніміз не? Кім айтады? Функция дегеніміз не? Толық жауап берейік. Ал айта ғой. X-тің кез келген мәніне Y-тің тек қана бір мәні сәйкес келетін тәуелділікті функция деп айтамыз. Дұрыс. Ең маңызды нәрсе X-тің кез келген тәуелсіз айнымалы X-тің кез келген мәніне тәуелді айнымалы Y-тің жалғыз мәні немесе бір мән деп айтамыз. Анықталу облысы деп нені айтамыз? Мәндер облысы деп нені айтамыз? Кім айтады? Мен айтайын. Ал айта ғой. Анықталу облысы дегеніміз тәуелсіз айнымалының қабылдайтын мәндер жиыны, ал мәндер облысы дегеніміз тәуелді айнымалының, яғни Y-ні қабылдайтын мәндер жиыны. Дұрыс. Жақсы, келесі жұп және тақ функциялардың графигі қалай орналасады? Ал айта ғой. Жұп функция X өсіне симметриялы болады, ал Қаттырақ тұра тұр. Қайталап айтшы дұрыстап. Жұп функцияның графигі? жұп функцияның графигі X өсіне, Y өсіне симметриялы болады, ал тақ функция бас нүктеге симметриялы болмайды. Сонда сен қай жерде жаңа жатысып қала жаздадың? Функцияның Үш графигі термин. Y өсіне, иә? Жатыспаймыз X өсіне емес. Келесі, функцияның экстремумдары дегеніміз не? Мен айтайыншы. Ал айта ғой. Функцияның экстремумдары дегеніміз, ол функцияның максимум және минимум нүктелері болып табылады. Максимум нүктелері дегеніміз, ол туындының таңбасы плюстан минусқа өзгеретін болса, ал минимум ол минустан плюсқа өзгеретін болса, максимум және минимум нүктелері болады. Дұрыс. Яғни жалпы түрде экстрем нүктелер деп атамыз, иә? Енді функцияны монотондыққа қалай тексереді? Бола ма? Ал айта ғой, Айгөркем. Жалпы монотондылық деген ол туындының өспелі немесе кемелі аралығын айтады. Оны табу үшін біз берілген функцияның туындысын тауып, кризистік нүктелерін анықтаймыз. Одан кейін оны координата түзуіне белгілеп, таңбаларын анықтап, плюс болса егер ол өспелі болады, ал минус болса кемелі. Дұрыс, туындының таңбасы оң болса өспелі, теріс болса кемелі болады екен, иә? Біз функцияның монотондылығын жаңағы сондай-ақ экстрем нүктелердің бар болуының қажетті және жеткілікті шарттары дегенде оқыған болатынбыз. Есеп шығарғанда соны басып қаламыз. Енді координат осьтерімен функцияның қиылыс нүктесін қалай табамыз? Қасымхан, ал айта ғой. Ол Y-ні қиылыс нүктесін табу үшін X-ні нөлге теңестіріп, X-ні қиылыс нүктесін табу үшін Y-ні нөлге теңестіреміз. Иә, керісінше болады, иә, жақсы. Функцияның асимптоталарын қалай табамыз? Қандай түрлері бар асимптотаның? Кім айтады? Мен айтсам бола ма? Ал айта ғой. Функцияның асимптоталардың үш түрі болады. Олар горизонталь, вертикаль және көлбеу асимптоталар. Көлбеу асимптотаны қалай табамыз? Бізге осы керек. Y-тен kx плюс b. К-ны қалай табамыз? К-тен лимит x ұмтылған шексіздікке fx бөлінген x-ке тең. Осы x-тан f-тің x-қа қатынасының шегін табамыз. Ал бұны қалай табушы едік? Біз бұны өткен 90-да өткенбіз, балалар. Лимит x ұмтылған шексіздікке fx бөлінген азайтылған kx. X-тан f дұрыстап сөйлейік, азайтылған kx. Осы функцияның шегін табамыз. Мынау көлбеу асимптота. Көлбеу асимптота. Ал тік асимптотаны қалай анықтаймыз? Немесе вертикаль асимптотаны? Ол бірінші анықталу облысын табамыз. Егер ол бар болса, үзіліс нүктесін аламыз. Егер оны табу үшін лимит x ұмтылған аға оң жағына немесе сол жағына шексіз болу керек. Сол кезде ол не плюс шексіздік болу керек, немесе минус шексіздік болу керек. Соңген аға оң жағынан немесе сол жағынан ұмтылған кезде. Сол кезде x тең a деген түзігіміз ол вертикаль асимптота болады. Енді кейбір әдебиетте вертикаль деп жазылады, кейбіреуде тік. Сонда екі терминді қатар қолданылады, ол тік асимптота болады. Ал горизонтал асимптотаны қалай анықтаушы едік? Функцияның x немесе минус, немесе екеуінің біреуіне, онда бір қандай да бір санға тең болса, онда y тең b, ол горизонтал асимптота болып табылады. Горизонтал асимптота болып табылады. Енді есеп шығарғанда, график салған кезде бізде осы асимптоталарды таба білу маңызды екен. Сол себепті біз формуласын біраз еске түсіріп алдық. Келесі. Суретте функцияның нөлдерін тап дейді. Кәне, кім айтып жібереді? Нөлдерін қалай табамыз? Ал айта ғой. Неше нөлі бар? Минус 3, 1, 3. 3 нөлі бар. 3 нөлі бар екен.
Так, енді осы функцияның балалар оң болатын аралықтарын кім айтып жібереді? График Мен бойынша айтсам болады ма? сипаттама білу. Ал айта ғой. Оң болатын аралықтары -3 пен 1-дің аралығы және де 1 мен 3-тің аралығы. Ал теріс болатын аралық? Теріс болатын аралық -шексіздік пен 3-тің аралығы. Тұра тұр. -3. -3-тің аралығы. Және де -3 пен -2 мен 1-дің аралығы. Және де Тұра тұр. Теріс болатын аралығын айтып жатырмын. Теріс болатын. Минус шексіздікте -3-ке дейін, және мынау +3-тен +шексіздікке дейін. X өзінің асты, осылай анықталар екен. Енді мына суретте балалар, неше минимум, неше максимум нүкте көріп тұрмыз? 2 максимум және 1 минимум нүкте бар. 2 максимум, мына екеуі максимум нүкте, ал мынау минимум нүкте екен. Жаңағы сұрақта бізде нөлдерін тап деп тұрған, мен бірақ қосымша сұрақтар бердім, Енді мына оңай шығар, кез келгеніміз жауап береміз. Тез айта салайық жауабын. Екінші және үшінші график. Y осіне симметриялы жауабы 2 мен 3 екен. Енді балалар, асимптоталардың формуласын біз жаңағы 7-ші класстан бастап, сыныптан бастап өтіп кеткенбіз. Функцияның графиктерінің атауын білуіміз керек, егер дайын тұрса, функцияның графигі бойынша. Мына жерде қандай асимптоталар көріп тұрмыз? Кім айтады? Мен айтсам бола ма? Ал айта ғой. Бұл жерде горизонталь асимптота және вертикаль асимптоталарды көріп тұрмыз. Горизонталь асимптота y-тен 2-ге, ал вертикаль асимптота x-тен 1-ге. Дұрыс, тексеріп өтейік. Міне, x-тен 1 вертикаль асимптота, ал y-тен 2 горизонталь асимптота. Тағы бір тапсырма. Мына сурет бойынша кім сөйлейді? Қандай асимптоталар көріп тұрмыз? Бұл жақта біз вертикаль және көлбеу асимптоталарын көріп тұрмыз. Вертикаль асимптотаның формуласы x-тен -2-ге, көлбеу асимптотаның формуласы y-тен -x қосылған 2-ге. Дұрыс. Міне, көлбеу асимптота. Ал көлбеу асимптотаны қалай табатын, жаңа біз қарап өткен болатынбыз, Енді балалар, сіздерге мынандай шығармашылық тапсырма. Жалпы барлықтарын білесіңдер, портрет дегенді, Мысалы, қазір отырып, мен біреулеріңді сипаттауыма болады, Мысалы, қою шаш, ұзын шашы ұзын, қыр мұрынды, ат жақты десек, істеріңнен біреулеріңнің сипаттамаларың бойынша мен кімді айтып отырғанымды сендер айта аласыңдар. Жалпы адамды портреті бойынша сипаттауға болады. Мысалы, Әл-Фараби биыл қандай мерейтойын тойлап жатыр? Олимпиадасына қатыстыңдар, 150 жылдығы. Дұрыс. Сонда Әл-Фараби туралы сипаттамасақ, мысалы, көздерін елестетсеңдер, ол кісіні бәріміз танитын шығармыз, суретін көрсек, портретін. Қалай деп сипаттауға болады, мысалы? Ат жақты, қалың қабақты, қалың қасты, кең көзді, сопақша, аққұба деп сипаттауға болады, Енді балалар, біз осы портрет деген ұғымды функцияның графигін салуда қолдана көрейік. Яғни, мына жерде көптеген қасиеттер тұр, осы қасиеттерге сүйене отырып, сендер мына функцияның портретін, яғни ескізін салып көресіңдер. Қазір алдарыңа қағазға осы бойынша сипаттаңдар, 4 минут уақыт берем. Ал кірісейік жұмысқа. Соңғы болғандарын көрсетулеріңе болады, бірден экранға көрсетуге болады, немесе классрумға салып жіберулеріңе болады. Ссылка қылып. Бәріндікін бірдей қарап үлгере алмаймын ғой, сондықтан мүмкіндігінше қазір салып, кім болды? Белгі бересіңдер. Параққа орындаймыз. Бұл жерде балалар жаңағы жұп дегенді пайдаланамыз. Яғни ол қалай, неге қатысты симметриялы болады? Анықтау облысы қай жерде жатыр? -6 мен 6-ның арасы. Мәндер облысы. Так, болғандар бар ма?
Болғандарын қол көтеріңдер. Аса қиын тапсырма емес сияқты, иә? Так, Жәния болды, Жанат болды. Ал, мына жерде маған көрініп тұр, Жанат, Ағылен Жанат көрсетіп жүрші. Мына жерге бүйтіп әкеп көрсетуге болады, экранға былай деп көрсетсең, маған көрінеді. Так, қане, Ағылен Жанаттікін балалар болғандар қараңдар, қарап өтейік. Ол жұп функция, жұптылық сақталып тұр. Мәндер анықталу облысы -6 мен 6 арасы келіп тұр. Мәндер облысы -2 мен 4 келіп тұр. 2 минимум нүкте бар, 1 максимум нүкте бар. 4 нөлін тексерейік. 1, 2, 3, 4 нөлі бар. Өсу аралықтары -3-тен 0-ге дейін дұрыс. Яғни ол жұп болғандықтан мына жағы кемейді, сол арқылы салып алдық. -6 болғанда 1 дегенің дұрыс, яғни +6 болғанда да 1 болады. Өсу аралықтар оң болатын аралық, таңба тұрақтылық аралық. Осы жерді қарап өтейін. -6 мен -5-дің арасында оң болып тұр. -1 мен 1-дің арасында тағы да оң болып тұр. Және 5 пен 6-ның арасында оң болып тұр. Дұрыс. Кәне, Жәния, сен көрсетіп жер тезірек. Кәне, көрсет экранға. Тура осындай ма? Сәл төбесі шүкірлеу болыпты, иә? Дұрыс. Так, мына жерде кім көрсетіп отыр? Ұлпанай ма? Жоқ, Ұлпанайдың астында кім? Суретін көрінбей қалды, атыңда көрінбей қалды. Мынау кім балалар? Ұлпанайдың астында тұрған. Мен апай Жансая. Жансая. Дұрыс. Ұлпанай сені кіші. Көтер, кішкені үстіге қарай көтерейік. Дұрыс, оңға қарай көтеріп жібер. Дұрыс сияқты. Так, Азиздікі. Азиздікі дұрыс па, балалар? Дұрыс сияқты, 2 минимум. Жақсы, балалар. Енді бәріңдікін қарап үлгермейміз. Енді жауабымызды мына бойынша тексеріп өтейік. Міне. Ол жұп функция. Анықталу облысы -6-тан 6-ға дейін. Мәндер облысы -2-ден 4-ке дейін. 2 минимум, 1 максимум бар. -6 болғанда 1. Соңғы мына жағын 1-ден салып аламыз ғой, +6-да 1 деп. Өсу аралықтар -3-ден 0-ге дейін өссе, енді мынау жұп болғандықтан мына жағы керісінше кемейді. Соңғы таңба тұрақтылық аралығы бәрі сәйкес келіп тұр екен. Кімдікі дұрыс? Жаңағы артынан суретін салып жүресіңдер ғой классрумға, мен тағы да қосымша тексеремін. Жақсы, балалар. Ары қарай сабақ жалғастырамыз. Бүгін балалар, сонымен бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз туындының көмегімен функцияны зерттеу және графигін салу. Біз функцияның зерттеп графигін салған кезде мынандай схеманы басшылыққа аламыз. Қазақша сұлба дейді. Бірінші функцияның анықталу облысын табамыз. Егер үзіліс нүктелері бар болса, асимптоталарын табамыз. Онан кейін жұп немесе тақ екенін тексереміз. Егер периодты ма, периодсыз ба, соны тексереміз. Мысалы, тригонометриялық функциялардың графигін салуға тура келеді. Сонан кейін осьтермен қиылысу, координат осьтермен қиылысу нүктесін табамыз. Ондай мүмкіндік болса, кейбір жағдайда мүмкін болмайды, мысалы, өте күрделі функция. Онда қалдырып кетеміз. Таңба тұрақтылық аралығын анықтаймыз. Біз бұның бәрін жаңа қайталап өттік. Монотондылыққа тексереміз, экстрем нүктелерін табамыз. Сосын осы зерттеген мәліметтің бәрін кестеге орналастырамыз да график саламыз. Енді балалар, жаңа мен үйге тапсырма ретінде бір функцияның кейбір қасиеттерін зерттеп, оны тест түрінде Google формада нәтижесін алған болатынбыз. Енді сол тесттағы сұрақтардың бәрін осы схема бойынша жүйелеп орналастырайық. Бұл біздің оқулықтағы 7-де 108 есеп екен. Яғни мына функцияның графигін салу керек. Бірінші, сендердің мынау тестта осылай деп жазғасыңдар, өздерің алдарыңдағы жауаптарымен салыстырып отырыңдар, бірдей ме екен, айырмашылық бар ма екен. Анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, жұп емес, тақты емес, иә? Бізге дәл осы сұрақ болды емес пе? Тесттің ішінде. Период емес, енді ол тригонометриялық функцияларда болады, көбінесе периодты функциялар. Соның кейін нөлдерін таптық. Бізде жаңа осыны талдағанбыз, иә? Плюс минусын анықтадық. X квадраттан 0-ден өткен кезде жапырақша қойып қойғанбыз. Ол ұмыт кетпес үшін қойылған белгі ғой. Содан кейін қай жерде оң, қай жерде теріс. Мына жерде сол мәліметтер жазылып тұр. Енді осы туындысын тауып, экстремдарын тауып, өсу кему аралығын анықтаймыз. Туындысын тапсақ, 3x алынған 2 алу x-ке тең. Бұны жаңа біз қарастырып кеткенбіз. Енді өсу кему аралығын сол бойынша қарастырып өттік. Жаңа бұның бәрін біз талдап тастағанбыз. Енді бүгінгі жаңа миымызға тоқитын нәрсе, осы мәліметтің бәрі мына кестеге орналастырамыз.
міне кестені салған кезде мына координаталық осьтегі туындының таңбалары бойынша, туындының нөлге айналдыратын нүктелер бойынша бөлінген аралықтарды орналастырамыз. Міне минус x-тен 0-ге дейін, 0-дің өзі 0-ден 2-ге дейін, 2-ден плюс x-ке дейінгі аралықты орналастырдық. Содан кейін мынау крестік нүктелер ғой, 0 мен 2. Міне 0 туындысы 0-ге тең болатын нүктелер. Содан кейін таңбасын қойдық. Міне минус плюс минус. Өседі, кемиді. Бұл жерде стрелка қоя салуға да болады қысқаша. Немесе сөзбен жазуға да болады. Өседі, кемиді, өседі. Содан кейін жаңағы экстрем нүктедегі мәндерін табамыз. Ол бізге график салуда керек болады. Міне 0, туын берілгенге апарып қоямыз. Сонда 0 болса, x-қа 0 берсек, y минимумда сәйкес 0 болады. Ал x-қа 2 қойған кезде y максимумда 2 болады. Осы ара қайдан шыққан түсінікті ме? Иә. Ол ана берілгенге апарып қоямыз. Мына табудан. Енді осыны графигін саламыз, балалар. Міне. Мынаны сәл былай жылжыта тұрайын, балалар. Маған бөгет болып жатыр. Міне. Кішірейте тұрайын. Сонда, міне, қараңдар, минус x-тен 0-ге дейін кемейді, 0-ден 2-ге дейін өседі, 2-ден плюс x-ге дейін кемейді. Сонан кейін нөлдерін тауып алдық. Ол бағана 0 мен 3 болды емес алдыңғы жақта? 0 мен 3. Сонан кейін максимум нүктелер. Максимум нүкте ол 2-де 4 болған, міне 2-де 4, ал минимум нүкте 0-ден. Міне функцияның графигін осылай салады екенбіз. Мына өте қиын емес, жеңілдеу функция. Енді балалар, оқулықтан есеп қарастырамыз. Оқулықтан есеп 7-де 119-да екінші есеп. Кітапты ашыңдар. Міне, осы функцияны зерттеп графигін салу керек. Енді сіздердің көмектеріңе сүйене отырып, бәріміз бірге осы функцияның графигін салайық. Бірінші балалар, неден бастаушы едік? Анықталу облысын табамыз. Бірінші анықталу облысын тауып аламыз. Кәне көмектесіп жеріңдер. Функцияның анықталу облысы, мүмкіндігінше жазып отырыңдар өздерін қоса. Балалар, мына жерден орынға симай қалатын болғанда, симай қалу мүмкін, сондықтан мен мынаның қасына жазам. Бірінші анықталу облысына кішкене қалыңдатып алайын. Сызықты. Кім айтады анықталу облысы? X плюс 2 тең емес 0-ге. Дұрыс. X плюс тең емес 0-ге. Бұдан x тең емес минус 2. Енді сонда x тең минус 2 деген ол үзіліс нүктесі болып тұр. Олай болса бұл екінші пунктте біз асимптота табуға кірісеміз. Екінші x ұмтылғанда минус 2-ге, оң жағынан ұмтылғандағы мына функцияның шегін табамыз. 3 минус x квадрат бөлінген x плюс 2. Тең болады. Орын апарып қоямыз. Сонда мына жерде 3 алынған 4 бөлімінде 0 болып шығады, яғни минус шексіздік болады екен. Дәл сол сияқты балалар, мынаған минус 2-ге ұмтылса, орынның тығыздығын ескеріп, балалар осы бірінге жазып салайық. Егер ол минус шексіздікке ұмтылса, онда мына жердегі айырмашылық болады ғой. Онда мынауымыз плюс шексіздік болады екен. Сонымен x тең болады минус 2 деген нүкте, ол қандай асимптота болып шығады? Вертикаль асимптота болады. Вертикаль немесе тік асимптота болып табылады. Қысқартып жазайық. Енді көлбеу асимптотаны табамыз. Оның формуласы қалай еді? Y-ден kx қосылған. Kx плюс b. Дұрыс. Kx плюс b. Өздеріңде балалар менен озып шығара берулеріңе болады. Менің қателесіп кетем бе, тексеріп отырыңдар қосымша. Экранға да қарап отырыңдар, өздеріңде есептеп көріңдер. Сонда k-ны табатын болсақ, Ұлпанай айтып жер, x ұмтылғанда шексіздікке формуласын бағана айтып едің ғой. Fx бөлінген Сан f бөлінген x. Сонда лимит x ұмтылғанда шексіздікке 3 минус x квадрат бөлінген x плюс 2-ні біз енді 3 қабатты бөлшек шығып кетпеу үшін кәдімгі бөлуге айырбастап жүрейік, x-қа бөлеміз. Содан кейін бөлшекке бөлген кезде мынаны кері бөлшек айналдырып көбейтіп жібереміз ғой. X ұмтылғанда шексіздікке 3 алу x квадрат, мынау астына барып көбейт, бөліміне барып көбейтіледі ғой. Сонда x квадрат плюс 2x. Ал осыны табудың мен бір оңай әдісін үйреткем. Неге тең болады? -1. Минус 1. Так неге? Оны кім айтады? Қайтып ойдан таба қойдық осыны?
X тәуелсіздің алдында тұрған коэффициент табамыз. Дұрыс, үлкен дәрежедегі тұрған алдында коэффициентті алсамыз. Мынада -1, мынада +1. Дұрыс, К тең -1 болды. Енді бұны табамыз. Бұл дегеніміз сабаққа кім қатыспай отыр балалар? Бәріміз қатысып отырайық. Медина формуласы қалай еді? X минус KX. X-тан еп, алу KX болатын. К-ны біз уже тауып қойғанбыз. Енді мына жерге апарып қоямыз. Лимит X ұмтылғанда шексіздікке 3 алынған X квадрат бөлінген X плюс 2. Мына жерде алу, мына арада -1 болғандықтан плюс болып кетеді ғой, е балалар міне. Қоса X болады. Плюс X. Бұны енді ортақ бөлімге келтіреміз. Мына жерде ортақ бөлімге келтіріп жіберетін болсақ, X ұмтылғанда шексіздікке мынаған X плюс 2-ден кетеді, е? Сонда 3 алынған X квадрат плюс X квадрат плюс 2X па? Плюс 2X. Бөлімде X плюс 2 тең болады. Екеуі жойылып кетеді. Сонда бізде мынандай болып қалады. Мына жаққа қоя тұрайын балалар. Себебін тете тұрайын. Сонда лимит X ұмтылғанда шексіздікке 3 плюс 2X бөлінген X плюс 2. Бұның шегі неге тең? 2-ге. 2-ге тең, бас коэффициентті алсыламыз. Енді біздің асимптотаның теңдеуі KX плюс B болады. Сонда минус X плюс 2. Сонда мынауымыз қандай асимптота болып шықты? Көлбеу асимптота болды. Енді келесі пунктіміз не еді балалар? Скриншот жасап үлгердіңдер ме? Келесі зерттеудің келесі схемасы неменеді ол бізде? Міне, жұп тақтылығы, екінші пунктті біттік, енді жұп тақтылығын қарастырамыз. Яғни Y-тің орнына минус X-ті қойып көреміз. Айтып жіберші, Нұрханым, не деп жазам? Сен айтып отыр, мен жазып отырайын. 3 минус X квадрат минус X плюс 2. 3 минус X плюс 2. Енді минусты жақшаң алдына шығарып жерем, е? Бөлімінде X минус 2 болады да, мынау соғалпы қалады. Мынау берілген шықма, шықпадыма. Мына жерде балар квадрат. Шыққан жоқ, е? Яғни бұл жалпы түрдегі функция екен. Жалпы түрдегі функция болып шықты. Енді келесі төртінші пунктіміз неменеді ол бізде? Координат осьтерімен қиылысуы, е? Бұны қалай табушы еді координат осьтерімен? Қасымхан, бірінші OX осімен қиылысуды табайық. Сен айтып едің ғой? Ол үшін не істеуші едік? Дұрыс. Сонда 3 Y-тің нөлге теңестіреміз. Y тең 0. Яғни 3 алынған X квадрат бөлінген X плюс 2-ні нөлге теңестіреміз. Бұдан шығады 3 алу X квадрат тең 0-ге, және X қосу 2 тең емес 0-ге. Мынадан X-ті табатын болсақ, не болып шығады? Мына енді X оның тең емес екен жаңа жазып қойдық қой. Сонменен 2 нөлі бар екен. Яғни біздің функцияның графигі минус түбір астында 3-те 0 деген нүктеден өтеді екен, және түбір астында 3-те 0 деген нүктеден өтеді екен. Міне, бізге керекті нүкте. Енді Y осімен қиылысқан нүктесін табуымыз керек. Бесінші емес, енді осының жалғасы ғой, Y осімен. 3 бөлінген 2 оламан. Дұрыс. Мынаған апарып қоя саламыз ғой, е? Сонда Y тең болады. Берілген функцияға апарып қоямыз ғой. Y тең болады. X-тің орнына 0 қоям. 3 алу 0-дің квадраты бөлімінде 0 плюс 2. 1,15 бе? 1,15. Сонда 0-де 1,15 деген нүктеден өтеді екен. Біз балалар бұл мәліметтерді, бізге керекті мәліметтер, астына сызып қояйын, міне мынау керек, бізге график салғанда мынау керек. Ары қарай, келесі 5-ші пунктіміз неменеді? Осы пункттің жалғасы таңба тұрақтылық аралық. Біз нөлдерін тауып алдық, енді осы аралықтағы таңбаларын қарастырамыз. Кішкентай жіңішкертейік мынаны.
функцияның y-тің таңбасын қарастырамыз. Так, нөлдері бізде минус, біз мына өрнектің таңбасын қараймыз ғой, сонда бізде ол қай нүктелер? Бөлімі нөлге тең емес нүкте ол минус 2, содан кейін минус түбірасты 3 және түбірасты 3. Мынаған ашық дөңгелек қоямыз. Содан кейін жұп еселі тақ еселі деген жоқ қой, таңба кезектесу керек. Аралықтарға бөлеміз. Енді байқау нүктесін берейік. Балалар, бұл жерде туындының таңбасын туындыға қойып тексереміз, мынауымыз. Мынау таңба тұрақтылы функцияға қоямыз. Біз мына функциямыз түнгі жақта қалып қалды ғой, мұнараға тағы бір рет жазып қояйыншы, балалар. Біздің есепін берілген мұнараға тағы жазып қояйын. Y тең болады 3 минус x квадрат бөлінген x плюс 2 ғой. Мынаны берілген жазып қояйын да, ана жақтан қайта-қайта үстіге шыға бергенше. Енді мына жерден бір нүкте берейік, мысалы. Түбірасты 3-дің мына жағында мысалы неше тұр? 2 тұр, иә? 2-ні мына жерге қойсақ, мына плюс болады, мына жерге қойсақ минус. Яғни минус, плюс, минус, плюс. Енді жазып шығамыз. Сонда x тиісті оң болатын аралық қай жер болады? Минус шексіздікпен минус 2 бірігуі. Айта бер. Оң болатын аралық. Минус түбірасты 3-тен түбірасты 3-ке дейін. Минус түбірасты 3-тен түбірасты 3-ке дейін. Осы аралық. Мынаны жылжытып қояйық, былай қарай. Мына жерде балалар бізге жұмыс істегенге бөгет болып тұр да, мына нелерін былайырақ жылжытып қояйын. Осы жерде y-іміз қандай болып шықты? Оң болды. Енді теріс болатын аралық қай жер? Дамир, айтып жүрші. Теріс болатын аралық. Сен қатыспай отырсың ғой. Дамир, теріс болатын аралық қай жер? Минус 2 мен минус түбірасты 3. Басқаларымызды бәріміз қатысып отырайық. Минус 2 мен минус түбірасты 3-тің және сол жерде y теріс. Ол таңба тұрақтылық аралық. Енді келесі пунктіміз ол туынды бойынша зерттеу, иә? Яғни мына функцияның туындысын тауып, кірістік өсу кему аралығын табамыз. Туындысын табамыз. Бұл 5-ші пункт болады. Туындысын табамыз. Яғни 3 алынған x квадрат бөлінген x плюс 2-нің туындысы. Мен жазып отырам, Ұлпанай айтып отыр. Кез келген біреуің балалар, кім айтады? Өздерің біліңдер. X плюс 2, жақша ішінде x плюс 2-нің квадраты. Минус 2. 2x. Мынаның туындысы. X плюс 2. Дұрыс, Бауыржан, бастай бер, арғары айта бер. Алу. Енді алымын өзін жазам ғой. Алымын өзін жазам. Көбейту x плюс 2-нің туындысы ол 1 болады. Енді бөліміне жазам, x плюс 2-нің квадратын өзін жазамын. Мына жақшаларды ашып ықшамдаймыз. Минус 2x квадрат. Минус 4x. Минус 4x, минус 3x. Неге? 3 кәне шығар? Ой, минус 3, иә. Сосын? Қосылған x квадрат. Қосылған x квадрат. Енді жинақтайтын болсақ? Минус x квадрат, минус 4x, минус 3 бөлінген x плюс 2-нің квадраты. Кірістік нүктесін табамыз, иә? 0-ге теңестіреміз. Енді нөлдерін табамыз, минусқа көбейтіп жіберейік. X квадрат плюс 4x плюс 3 тең 0. Теоремасы бойынша түбірін бірден табамыз. Минус 1 және минус 3. Минус 3. Бұл кірістік нүкте. Енді бөлімі 0-ге тең емес, онда жазып кетеміз. X плюс 2 тең емес 0-ге, x тең емес минус 2-ге. Енді осы жердегі таңбаларды анықтаймыз, иә? Координаталушке саламыз. Бұл туындының таңбасы. Алдындағы таңба тұрақтылық екеуін шатыстырмаймыз. Бізде кірістік нүктеміз минус 3 болды. Және минус 1 болды, иә? Минус 1 болды. Ал минус 2 ол, мына жақта екеуің арасында жатады, ол кірмейді.
Және мына жерде қараңдар, не істейміз? Жұп еселі түбір болғандықтан таңба қойғанда чатыс кетпес үшін жапырақша белгісін қоямыз. Енді аралықтарға бөлеміз. Так, енді минустан бастала ма, плюстен бастала ма? Минустан. Минустан. Мына оң сан x квадраттан алып минустан басталады, иә? Минус, плюс, плюс, минус. Мына жерде кемейді, мына жерде өседі, кемейді. Енді балалар, мен мына кестені дайындап қойғам, кішкене уақыт үнемдеу үшін. Енді қарайық, мынау минус 3 деген қандай нүкте ол? Минимум ба, максимум ба? Минимум нүкте. Минимум, иә, x минимум нүктеміз, ол минус 3 екен. Енді y минимумды табамыз. Мына берілгенге апарып қоямыз. Сонда 3 алу минус 3-тің квадраты бөлімінде x плюс 2 тұр ғой. Минус 3 плюс 2. Сен 6. 6 шығады. Бола ма? 3 алу 9, минус 6, астында плюс 6 болады. Сонымен минус 3-те 6 деген нүкте, бұл бізде минимум нүкте болды. Қысқаша минимум дей салайық. Енді максимум нүктені қарастырамыз. Бар ма екен қараймыз. Вот 2 деген нүкте қандай нүкте балалар? Үзіліс нүктесі. Үзіліс нүктесі ол, және ол таңба өзгерген жоқ. Ол кристік нүкте бола алмайды, анықталу облысына тиісті емес болғандықтан. Бұл үзіліс нүктесі екен. Сондықтан максимум минимумға жатпайды. Минус 1 деген нүкте қандай нүкте болып шығады? Ол максимум нүкте болады. Ол минус 1 болды. Енді y максимумды табамыз. Y максимумды табатын болсақ, мүмкін минус 1-ді ойша қоя салайық, қанша болады? 3 алу минус 1-дің квадраты 1 бөлімінде минус 1 плюс 2. Сонменен 2 болады екен. Сонменен минус 1-де 2 ол бізде максимум нүкте болды. Енді балалар, осы барлық мәліметтерді кестеге орналастырамыз. Міне бүгінгі біздің жаңа нәрсеміз осы болып тұр ғой. Мынаны кестеге орналастырамыз. Так, мынаны кішкене кішірейте тұрайын. Міне осы жерде кестеге орналастырған кезде балалар, мына туынды бойынша орналастырамыз. Бірінші минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық. Онан кейін минус 3-ті жазам. Онан кейін минус 3 пенен минус 2. Біз осығанға дейінгі зерттеген нәрсенің бәрі сендерге таныс. Тек мынау ғана жаңа нәрсе болып тұр балалар. Сонан кейін минус 2. Минус 2-ден минус 1-ге дейін. Онан кейін минус 1. Минус 1-ден плюс x-ке дейін. Енді мынаның бәрін қойып шығамыз. Мына жерде туындының басы минус, плюс, плюс, мына жерде минус. Мынау кристік нүктелер мынау 0 болды. Мынау 0 болды. Мынау үзіліс нүктесі, оны құр жиын дей саламыз. Сызықша қойсақ, мынау плюс минуспен чатыс кетеміз, сондықтан құр жиын. Бұл анықталмайды ғой, құр жиын деп қоямыз. Енді туынды теріс болса ол кемейді, өседі, кемейді. Енді минус 3-ті міне есептеп қойдық, ол 6. Содан кейін мына жерге минимум нүктені бүйтіп көрсетіп қоямыз. Ал минус 1-ді қойғанда қанша болып еді? 2 болған, ол бізде максимум. Міне барлық мәліметтер дайын, енді портрет салу керек, яғни функцияның графигін салу керек. Жаңа сендер графикті жақсы орындадыңдар ғой, өсу, кему аралығы, максимум, минимум бәрі дайын. Тек нөлдерді мына жерге жазып кетейін, балалар, ол үстіңгі жақта қалып қалды ғой. Әрине, кабинетте, мектепте болса, оның бәрі тақтада тұрар еді, бізден қайта-қайта жаққа жүргенше нөлдері қанша болып шығып еді жаңағы. Қарай салайық. Түбір астында 3-те 0 болған. Сонан кейін минус түбір астында 3 0 болды. Егер скриншот жасап үлгерсеңдер. Сонан кейін 0 мен 1,15. 0-де 1,15. 0-де 1,15. Бұл OX осымен қиылысқан, OX, OY-термен. Енді балалар, осы мәліметтердің бәрін графикке орналастырсақ, мынандай функцияның графигін алуға болады екен. Енді балалар, қарайық. Мен мына жерден әрине бірінші асимптоталарын салып алуымыз керек, е? Бізде асимптотамыз қалай болып еді? Жаңа мына жерге тағы да жазып өтейін. Бізде асимптота x тең болған минус 2-ге болған, е? Содан кейін біреуі y тең минус 2 плюс 2 болған. Міне бұл бізге енді аса қиындық келтірмеді. X тең минус 1 түзуін салып алдық. Міне x тең минус 1.
Сонан кейін минус x плюс 2-нің графигі. Біз жаңа презентацияда қайталадық емес пе осыны? Екі асимптотаны салып алдық. Енді мына нүктелерді қарап өтеміз. Бізде минус түбір астыда 3-те 0 деген нүкте. Нөлдері. Яғни мына жеріміз, міне, мынау минус түбір асты 3, мынауымыз түбір асты 3. Сонан кейін 0-де 1,5. X-ға 0 берген кезде мынау 1,5. Міне, осы 3 нүктені салып аламыз. Сонан кейін максимум нүкте, ол бізде минус 3-те 6 болып тұр ғой. Міне, минус 3-те 6 деген нүктені салдық. Онан кейін тағы біреу қайсет? Минус 1-де 2. Міне, ол мынау максимум нүкте, керісінше балар, мынау минимум нүкте. Енді осындай нүктелер дайын, енді график салу үшін мына асимптотадан шексіз алыстатамыз. Мына жерде қараңдар, минус 6-те минус 3-ке дейін кемейді. Міне, кемітеміз. Ары қарай өседі. Сонан кейін минус 2 мен минус 1-дің арасында ол қайтадан өседі. Міне, өсіп тұр, өсірдік. Ары қарай минус 1-ден плюс x-ке дейін кемітеміз. Міне, қайтадан кеміді. Ол асимптотаға шексіз жақындайды, бірақ қиылыспайды. Сонымен біздің ізделді функцияның график осы болып табылды. Сұрақ бар ма? Мынаны балалар, қазір мен міне скриншот жасап өздеріңе сақтап алыңдар. Классрумға да салам бұл мәліметтерді. Мынаны кішірейтіп қойдым. Міне бүгінгі есептің барлық шешімі осы жерде тұр. Жақсы балалар, енді бүгін сұрақ жоқ болса, сабағымызды кішкене қорытындылап жіберейік. Так, мынандай балалар. Мынандай бір шығармашылық сипаттағы тапсырма сендерге. Кестедегі функциялардың арасынан автобиографияға сәйкес келетін функцияны табыңдар дейді. Мынандай өлең жолдары арқылы берілген. Қараңдар, күрделі функция екені майдан анық. Қызықтырса, сіздегер айтарым бар. Түбірмен үзіліс нүктелерім, өсе алмайтын аралығым тағы да бар. Оң мәнде терісінде қабылдаймын, шексіздікке ұмтылса сандар егер. Бірақ мен ұмтыламын бірге қарай, тапқыш болсаң кестеге үңілдағы туындыны пайдаланып тауып көргін. Енді балалар, осы жерде анық осы есептің жауабы болмайтын қайсы? Соны ғане табайық. 7 және 8. Түбірім мен үзіліс нүктелерім бар дейді. Мысалы, біріншісінде үзіліс нүктесі бар ма? Екіншіде? Жоқ. Тағы қай нүктеде жоқ? 7 және 8. 7-8. Яғни ол жауаптар емес. 1, 2, 7, 8. Ары қарай қалғандары мына шартты қанағаттандырып тұр. Енді оның толық нақты жауабын табу үшін осы функцияларды зерттеп, графигін салып көру керек. Бұл сендерге шығармашылық сипаттағы тапсырма, үйге тапсырма ретінде классрумға салынады, сол жерден шығарып келесіңдер. Сонан кейін балалар, қосымша бүгінгі сабаққа қалай өткіздік? Мен есте сақтау керек мәлімет, мен көбірек білгім келетін мәлімет, мен білетін 3 мәлімет, мен үйренген 4 мәлімет. Осыны толтырып классрумға саласыңдар. Мен сол бойынша сендердің қандай бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді байқаймын. Жақсы балалар, сау болыңдар, бүгінгі сабақтарыңа рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, сабағымыз аяқталды.